Жаңағы терме тоқу үшін ең әуеліне бірінші жіпті алып, мұны чиріктіріп иіреміз, жаңағы сияқтыша. Одан кейін үш жерден қазық қағып, мына жіпті байлап, әр бір жіпті бос түсіп отырады, бір жіп нақсап байланып отырады. Анау ары-бері ауыстырып тұратын негізі ең басты жібі осы байлануды. Мына тұрған байланып тұрған жіп, арқау. Мынаны күзіп жіп. Негізі жіпті ары-бері көтеріп беретін жіп осы, күзіп жүру. Мына көтергіш ағаш дейді, мына ағашын. Көтеріп тұрған ағашты. Мынаны қағатын қылыш деп атайды. Қағып жатқан ағашты. Мынасы тереді, жаңағы жіптерді санап-санап, оюды әрі терген сай санап осы немен тереді. Тергіш ағаш. Мынау мосы, мынаны көтеріп, төмен қарай түсіріп, сол былай қарай зырғытып, негізі ең қозғап тұратын тоже бір сайман болып келеді. Мынау ерек ағашы жіпті нақсап кеверіп, жіпті жаңағы іркеуін шығарады негізгісі. Мына қарай іркеу жібермейді, бұлай барлық іркеудің мына жағына қарай тартып тұрады, бас аяғын қаттырып байлап, ортасын бәрі жіпті қаттырып байлап қояды. Ортасындағы ойы 35 жіптікі, шетіндегі ақ пен қара тұрған ойы 7 жіптің ойы. Мына негізі қазіргі алашаған, мұны бұрындар сол үлкен 35 жіп, 51 жіп, 103 жіптікі де бар қарай үлкентіп, кеңітіп, үлкейтіп құра береді жіптің. Ұзындығында мынау жаңа 4 метр, 6 метр, 8 метр, 12 метрге дейін құрып тоқитын түрлері болады барлығының. Олардың сол жаңа жібі көбейген сайын, оюларының көбейген сайын сол күрделеніп. Мынау 4 метрлік алаша деп құрдық. Тоқи келгенде бұл 3 метр болады. 1 метрі жаңағы нақсап қағылғанда өзіне кетеді. Мынандай бір жарты метр жаңағы тоқылмай қалады. Екі жақ басында анандай шашақ болып өзін-өзін өріп, сәндеп қойып қояды оны. Қанша күнде бітуге болады? Мұны енді отырсаңыз мынау бір аптада мысалы бітуге болады. Осылай қозғалмай отырып, тоқи берсе. Күніне сол бос уақытында анандай үлкен 6 метр, 12 метрлерді айлап отырып бітіруге болады оны. Бос уақытында жасағанда Бос уақытында жасағанда бір аптада? мынаны бір аптада бітіріп қоюға болады. 4 метр. Мұның жаңа мына 35-ақ жіп ойы, ортасында ойы. Қысқа.